Мен сіздерге қуыршақ әңгімесін оқуға ұсынамын. Себебі бұл шығармада қазақ халқының ескі салт дәстүрлері, отбасы тәрбиесі және үлкенді құрметтеу сияқты құндылықтар көрініс табады. Әңгіме арқылы бұрынғы адамдардың тұрмыс тіршілігі мен бала тәрбиесіне деген көзқарасты тануға болады. Қуыршақ деген кішкене кісі, аяғы қолы бар, аузы мұрны бар, белі буылы, жеңі сұғылы, төсегі салулы, ішпейді, жемейді, қолдан жасайды, базарда сатады. Қыз балалар ойнайды, бірінен бірі алады, қуыршақ үнемдейді, берсе кетеді, алса келеді. Тіл болмайды, үн болмайды. Жоқ, бекер, қуыршақ үлкен кісі, аяғы қолы бар, аузы мұрны бар, белі буылы, жеңі сұғылы, төсегі салулы, ішеді, жейді, қолдан жасамайды, қатыннан туады, базарда сатпайды, қазақта сатады. Сақалда балалар ойнайды, бірінен бірі алады, берсе кетеді, алса келеді, тіл болмайды, үн болмайды. Ілияс Жансүгіровтің қуыршақ әңгімесін жазуға сол кезеңдегі өмір шындығы түрткі болды. Қуыршақ бейнесі баланың орындалмаған арманы мен жетіспеушіліктің символы. Осы арқылы автор оқырманды мейірімділікке, адамгершілікке, әлсіз жандарға жанашыр болуға шақырады.